Түнгі терезедегі бейне. Ауылдың шетінде ескі, қаңырап тұрған бір үй бар еді. Жергілікті жұрт ол үйге түнде бармайтын. Өйткені шам жанып тұрмаса да, терезеден біреудің елесі көрінеді дейді. Бірақ бұл жай қауесет сияқты еді. Бір күні бәрі өзгереді. Басты кейіпкер, қалада оқитын студент Айдос, жазғы демалыста ауылға келгенде, достары сол үй туралы айтып, оны қорқытқысы келді. Бірақ Айдос ақылды, батыл жігіт еді, жай әңгімеге сенбейтін. Бір кеште достары. Айдос, түнгі 12-де әлгі үйдің терезесіне қара. Ол жерде біреу тұрады деді. Айдос күліп. Қорқытпаңдар, елес деген болмайды деді. Дегенмен қызығушылығы оянып, сол түні өзі барып көруге бел буды. Түнгі сәт. Түнгі 11-ге таяғанда Айдос қолына фонарик алып, жалғыз өзі үй жаққа беттеді. Ай жарық, жел баяу еседі. Жолда қандайда бір қорқыныш сезілмеді. Бірақ үйдің жанында бәрі өзгерді. Үй тып-тыныш. Терезелер сынып, есігі жартылай ашық. Айдос жақындап келді де, терезеге көз тастады. Ештеңе жоқ. Міне, қауесет деген осы деп ойлады. Арада 5 секунд өтті. Сосын терезеден біреудің көлеңкесі жылт ете қалды. Айдос селк ете түсті. Фонаригін терезеге бағыттады, ештеңе жоқ. Көзіме елестеген шығар. Ай жарық, жел баяу еседі. Жолда қандайда бір қорқыныш сезілмеді. Бірақ үйдің жанында бәрі өзгерді. Үй тып-тыныш. Терезелер сынып, есігі жартылай ашық. Айдос жақындап келді де, терезеге көз тастады. Ештеңе жоқ. Міне, қауесет деген осы деп ойлады. Арада 5 секунд өтті. Сосын терезеден біреудің көлеңкесі жылт ете қалды. Айдос селк ете түсті. Фонаригін терезеге бағыттады, ештеңе жоқ. Көзіме елестеген шығар деп үйдің айналасын айналып шықты. Бірақ дәл сол кезде терезе ішінен жеңіл тырналған дыбыс естілді. Жүрегі соғысы үдеді. Бірақ ол кері қайтпады. Есіктен ішке кірді. Үйдің іші. Ішке кіргенде еден сытырлап, үйдің ауа райы сырттан әлдеқайда салқын екенін сезді. Бір бөлмеден екінші бөлмеге өтті, бәрі бос, шаң басқан, ешбір жан белгісі жоқ. Бірақ ең соңғы бөлмеге жақындағанда, есіктің ар жағынан әлсіз жылаған дауыс естілді. Адам дауысына ұқсамайды, бір түрлі, көмескі, алыстан жеткендей. Айдос қасында телефон барын есіне түсіріп, шақ дәл сонда айнадан қаңғырлаған әйел дауысы шықты. Неге келдің? Айдос кейін шегінді. Терезеден ай жарығы түсіп тұр, ал айнада әйелдің бұлыңғыр бейнесі анықтала бастады, ұзын шаш, аппақ тері, көзі тесіле қарап тұр. Сен кімсің? Деп күбірледі Айдос. Бейне баяу сөйлеп, әр сөзін созып айтты. Маған көмектес. Осы сөзден кейін бөлменің есігі тарс жабылып, Айдос қорқыныштан фонаригін түсіріп алды. Бөлме қараңғылыққа батты. Сол қараңғылық ішінде әйелдің сыбырлаған дауысы естілді. Құпия. Айдос бар күшін жинап, есікке қарай жүгірді. Бірақ есік ашылмайды. Сол мезетте айнадан әйел бейнесі шығып келе жатқандай болды, кеудесі айнадан бөлініп шыққандай. Айдос бар даусымен айқайлап, итеріп, ақыры есікті аша алды да далаға атып шықты. Атылғандай үйден ұзай жүгірді. Жарты жолда тоқтап келді, бірдеңе көрінді. Айдос үйіне жеткенше артқа бұрылмады. Таңертеңгі шындық. Таңертең Айдос кеше түсірген видеосын көргісі келді. Бірақ видео ашылмады, файл бүлінген деген жазу шықты. Тек 1 секундтық кішкентай кадр ғана қалған. Айдос айнаға бұрылып тұрған сәт, ал оның артында әйелдің көлеңкесі анық көрінеді. Ол бұл жай елес пе, әлде шын мәніндегі белгісіз құбылыс па, ешкім білмейді. Айдос сол күннен бастап ол үйге қайта бармады. Бірақ кей түндері сол жақтан баяу жылаған дауыс естіледі дейді.